Сәлем достар, сіздермен бірге ашық корей тілі мектебі. Бүгін біз Корей Чоннам ұлттық университетінің корей тілі оқулығының бірінші кітабының ең соңғы бөлімі 12-ші бөлімін өтеміз. Одан кейін екінші кітапқа көшеміз. Бұл кітапта, бұл бөлімде өткен шақ туралы өтеміз. Бұл сабақтың тақырыбы 지난주에 지난 주말에 뭐 했어요? өткен демалыс күндерінде не істедің дейді. деген тақырыпта, яғни өткен шақ туралы өтеміз. 시간 이 уақыт туралы өтеміз. Және тағы да осылай жаңа сөздер өтеміз. Уақыт туралы. Бірінші 아침, ол деген таңертең, немесе таңертеңгі ас, екеуін айтамыз. 점심, ал түс. 저녁 дегеніміз кеш. Ол үш сөзде мезгілді де білдіреді, және ол сол мезгілге байланысты тамақты атын да айтады. Мысалы таңғы ас, түскі ас, кешкі асты да біз 아침, 점심, 저녁 деп айта берсек болады. 낮 дегеніміз күндіз, 밤 дегеніміз түн деген сөз. Енді апта күндерін өтеміз. Мысалы бірінші күн дүйсенбі. Бірінші күн дүйсенбі. Осылай 5-6-7 күндерді біз 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, жұма күнді 금요일, сенбі, 토요일, жексенбі, 일요일 деп айтамыз. Бұл мәдени тілде стандартта 월요일 деп оқимыз. Р жоғары қарай шығып кетеді. Бірақ мен Пусанда тұрған екен, сол Пусанның диалекті бойынша 월요일 деп дегенді де естіп жатамын кейде. 일요일 деп те айтып жатамын. Так. Және тағы бір айтатын нәрсе, мысалы бүгін дегеніміз 14. Бүгін дегеніміз 10 деген сөз. Бүгін. Нейл дегеніміз ертең. Ертең. Море дегеніміз бірінші күні деп айтамыз. Қателеспесем, ертеңгі кейінгі күн, ертеңнен кейінгі, ертең арғы күнді біз море дейміз. Оже дегеніміз кеше. Күнде дегеніміз кешен алдыңғы күні. Және соны ішіне жазып қойды. Ожеге, кжеге деген деп те айтылатын сияқты. Біз үшеуін көп қолданамыз. Оже, оңыл, нейл деген сөздерді осылар ішіне. Чужун дегеніміз осы жұмыс күндері, яғни дүйсенбіден жұма күнге дейінгі күндерді біз чужун дейміз. Чун дегеніміз ортаға деген сөз, аптаның ортасының күндер. Ал мал дегеніміз аяғы, соңғы. Аптаның соңғы күндері, немесе демалыс күндері. 토요일 мен 일요일ді 주말 дейміз. 월요일ден 토요일ге дейін күндерді, 금요일ге дейінгі күндерді чужун дейміз. Немесе 평일 деп те айтып жатады. Жұмыс күндер, мынаны 휴일 деп те айтады. Енді келесі, біз алдында өткен сияқтымыз. Апта дегенді корей тілінде, апта дегенді корей тілінде жу дейді. Жу. Осы дегеніміз 이번 주.
осы апта дегеніміз 이번 주 деген сөз. өткен апта дегеніміз 지난주. 지난주. келесі апта дегеніміз 다음 주 деген сөз. 다음 주. осы өткен, осы келесі дегендер барлығында бірдей қолданылады. келесі осы ай дегенде де ай дегеніміз 달. корей тілінде біз алдында өткен болсақ ой дегеніміз, ол да ай дегеніміз қытайша. 이번 달, осы ай, 지난 달, өткен ай, келесі ай, 다음 달. енді жылдарға келсек, жылдар сәл басқаша. осы жыл дегеніміз 올해, өткен жыл дегеніміз 작년. 작년 болғанмен ол 작년 деп оқылады. кіммен бірге келгеннен кейін. келер жыл дегеніміз, келесі жыл не деген жыл, жаңа деген сөз, нем дегеніміз қытайша жыл дегенді өлтіреді. егер қызық болса айта кетейін, нем деген сол қытайша жыл деген сөз, хе дегеніміз корейше жыл деген сөз. және мынандай бір қарапайым жаттығу сіздер үйде өздеріңіз жасап көрсеңіздер болады. мындай күнтізбе берілген, осыны толтырып шығу керек. сол былай: 이번 주 토요일, осы аптаның сенбі күні. ана жерде 이번 주 болса, ана жерде 지난주 토요일 деп жазасыз. ана 다음 주, келер аптаның сенбі күні деп осылай толтырып шығасыздар. мына жерге де дәл солай 지난주 금요일, 이번 주 토요일, және 다음 주 금요일 деп осылай толтырып шықсаңыздар болады. және тағы да бүгін, 오늘, яғни келесі күн недель болады. море, мына жерге 어제, 그제 толтырсаңыздар болады. мысалы мен былай толтырып шықтым: 지난주 수요일, 이번 주 수요일, 다음 주 수요일. осылай. так, келесі ол енді грамматика бөлімі. енді біз бірінші өтетін грамматика, мысалы өткен шақ етістігін жасау үшін етістіктің түбіне жалғанады жалғаулар. етістікке немесе сын есімге жалғаймыз. мысалы, және тағы да бір өзінің бір ережесі, а мен о мен аяқталатын болса, мысалы етістіктің негізгі түбірі, мысалы кайы а мен о мен аяқталса, біз ассойы деп жалғаймыз. о мен у имен аяқталса, оссойы деген жалғаймыз. ал хадамен аяқталса, жай ғана хессойы деп өзгерте саламыз. мысалы када, негізгі етістік када, бару, мынау жай жалғауы. камен амен аяқталы, оған ассойы жалғаймыз. ка ассойы. бірақ ка ассойы деген орнына біз мынаны сразу каға жалғай салсақ болады. а деген када тұр, кассойы болады. пода дегенде о мен аяқталып тұр, сондықтан ассойы жалғаймыз. па пассойы болады. 먹었어요 дегенде де
мысалы мо тайы таны алып тастадық. Бұрын біз осы жақта мысалы мо койо деп жалғаймыз ғой, мо койо. Осыған мысалы астына екі жаны сыны жалғай саламыз. Могу сойо болады. Могос және ойо. Осылай үйренсеңіздер болады. Машида. Ма шосойо. Маши шосойо. Конбу хада. Хада деген орны хессойо жалғадық. Чуа хада. Чуа хессойо деп жалғаймыз. Және мысалы ретінде мысалы чумаре мо хессойо. Демалыс күндері не істедің деген сөз дейді. 친구하고 영화를 봤어요. досымен бірге кино көрдім. 봤어요. және жерге бір тағы да түсіндіру дей салайық. 바다, 보다. оған біз асойын жалғаймыз қазір. асойын жалғаймыз. даны алып тастадық. Бұл жай ғана жалғау. асойын. және бұны қысқартып алдында етмеміз деп поны подаға поада деп жалғаймыз. поайо деп жалғаймыз деп. және бұны қысқа түрдеміз. пайо деп жалғаймыз. жат деп жазамыз. Сол сияқты поасойо дегенді пасойо деп айта саламыз. пасойо. не орысша сияқты. келесі. 어제 수업 후에 뭐 했어요? кеше сабақтан кейін не істедің? не істедіңіз? кофешоп에서 кофе를 마셨어요. кафеде немесе кофешопта кофе іштім дейді. жаңа сөздер бар екен. чон дегеніміз кейін, бұрын деген сөздер. чон. ху дегеніміз кейін, бұрын деген сөздер. бұрын деген, алдында деген сөздер. чон. ху дегеніміз кейін деген сөз. чон, ху. осыны жаттап алыңыздар. көп қолданылады. мынаған кейін, бұрын, кейін. екінші мысалы иос н деген зат есіміне иосойо, иосойо. зат есімнің өткен шақта тұрғанын көрсету үшін зат есімге жалғанады. біз алдында түсіндіргеніміздей зат есімге біз осылай жалғау арқылы біз оны етістікке айландырамыз деп. сол етістікті біз өткен шаққа айландыру үшін осылай иосойо, иосойо деп ауыстыру жасаймыз. міне. ал 학생이에요. 학생이에요 дегеніміз оқушымын, студентпін деген сөз. ал оқушы болдым, студент болдым деген сөз біз 학생이었어요 деп айтамыз. 학생이었어요. 친구였어요. дос болды деген сөз өткен шақ. дос болды немесе дос болдым деген сөздер. енді алдағыдай пачим болса оған иосойо жалғаймыз. болмаса иосойо деп жалғаймыз. мысалы ретінде 5년 전에 학생이었어요. 5 жыл бұрын 5 жыл бұрын оқушы болдым деген сөз. студент болдым деген сөз. екеуі де 학생 деген сөздер. оқушы болдым. 5 жыл бұрын оқушы болдым. 민우 씨는 제 남자친구였어요. 민우 мырза менің қалай 남자친구 дегеніміз жігіт деген сөз. менің жігітім болған деген сөз. мысалы менің жігітім болды. қазір күйеуім немесе
досым емес деген сөз сияқты да. Солай жалғастырсаңыз болады осы енді. Міне екінші грамматика. Және сіздерде осылай үйде жаттығып көріңіздер. Юнспхе посеют. Альда дейміз, амен аяқталып тұр. Негізгі түбір ар асоя болады. Білу, білдім деген сөз. Өткен шақта анта отыру. Анжасоя отырдым. 5 минут бұрын отырғанмын. Ода келу. Келдім деген сөз сонда уасоя болады. Соя. Када бару. Бардым деген сөз кассоя. Мысалы, соуре кассоя. Сеулге бардым. Пода пассоя. Пас. 좁다. 좁았어. 달 болды. 좁았어요. келесі енді о, и түріне байланысты. ипта, 입었어요. кидім. шинта, лая киім кию. 신었어요 болады. мінекей имен аяқталып тұрсын. 먹다, 먹었어요. жедім деді. 먹었어요. 아침 먹었어요. таңертеңгі тамақ іштім деген сөз. 마시다, 마셨어요. 배우다, үйрендім деген сөз. 배웠어요. сол 배워요 деп өттік қой. соған жай ғана алдына 2 с жалғаймыз да, кейін ойы жалғай саламыз. қатты қиын емес сияқты. 춥다, 추워요. 추웠어요. суық болды. 하다, 일하다, 일했어요. 공부했어요. 운동하다, 운동했어요. 사랑하다, жақсы көру, сүю. 사랑했어요. 쇼핑하다, 사다 жасау. 쇼핑했어요. 세수하다, 세수했어요. және 학생이었어요. 가수였어요. 스튜던트 болды. 가수 әнші болды. 친구였어요. 선생님, 무관림, 선생님이었어요. 어제였어요. 사와. мынандай күн, кеше қай күн болды? Күн 24-ті. Мысалы, 23 дегеніміз, ищіп 3일 어제였어요 деп айтсақ болады. Кеше болды. 어제였어요. немесе 목요일, сенбі, 목요일이었어요. 목요일이 бейсенбі болды деген сөз. мінекей
келесі бөлім 연습 жаттығу. Там 보기와 같이 쓰세요. келесі үлгідегідей етіп сөйлемдерді аяқтап жазыңыз дейді. Мен қазақша дұрыс аудардым деп, емле түрінде дұрыс аудардым деп ойлаймын. мысалы, 보기 үлгі. 어제 뭐 했어요? кеше не істедің? 도서관에 갔어요. кітапханаға бардым дейді. қада біз 갔어요 деп өзгертіп жазамыз. осылай. 보다, 마시다 дегендерді ауыстырып жазамыз. және мысалы, 지난 토요일에 뭐 했어요? өткен сенбі күні не істедің? 친구하고 영화를 не істедік? 만화가 өттік. 봤어요. 어제 저녁에 не істедік? 뭐 했어요? деп айтсақ болады. 뭐 кешке не істедің? 뭐 했어요? 체육관에서 운동했어요. 스포츠 залда спортпен айналыстым дейді. 어제 таумин 씨를 만났어요. кеше таумин мырзаны мен кездестім бе? 네, 타움 씨하고 커피를 마셨어요. 야, 타우민 мырзамен 하고 кофе іштім дейді. 커피를 혹시 қызық ма? 마셨어요. 지난 주말에 뭐 했어요? өткен демалыс күнінде не істедіңіз? өткен демалыс күнінде мысалы мен 요양 병원에서 본사 활동을 했어요. 요양 қарттар ауруханасында понса хольдан дегеніміз волонтерлік жұмыс. Сондай волонтерлік жұмыс жасадым деген сөз. жауаптарын көріңіздер. 봤어요, 뭐 했어요, 타우민 씨하고 커피를 마셨어요. мысалы, 친구하고 극장에서 영화를 봤어요. мысалы, досымен бірге кинотеатрда кино көрдім. екінші, 다음 보기로에서 알맞은 곳을 걸으세요. 얘기를 жазып қойғансың. келесі үлгідегі сөздердің ішінен дұрысын таңдаңыз. және немже 쓰세요. және 그리고 쓰세요. 그리고 쓰세요. түсініңіздер. және жазыңыздар. осы үлгінің ішінен сөздерді алып, мына жерге жазамыз. 어제 기숙사를 청소했어요. мысалы, кеше жатақхананы тазаладым. 지난 주말에 친구하고 백화점에서 옷을 өткен демалыс күнінде досымен бірге сауда орталығында киім сатып алдым дейді. 샀어요.
Жаман жазып кеттім. Сасый, 어제 오후에 도서관에서 책을 기시에 쓰던 긴 오후 그다음하다 그다음부터 리딩스 먹거든 읽었어요. 오늘 점심에 비빔밥을 먹었어요. бүгін түскі аста 비빔밥 деген тамақты жедім дейді. 먹었어요. 비빔밥 맛이었어요. 이제 ондай жазудан қате екен. 맛있었어요. 비빔밥 өте дәмді болды дейді. мінекей жауаптарын көріңіздер. мынау и деген әріп енді міне техуа ел бөліміне келдік. жаңа сөздер концерт концерт деген сөз. ағылшын сөз. және чонмай дейміз. шындығында. парым 어땠어요. қалай болды деген сөз. қалай болды? 어때요 деген бар ғой. қалай болды деген сөз. пайра мен масаки айтады екен. пайра 어제 뭐 했어요? кеше не істедіңіз? масаки 친수하고 콘서트를 보러 갔어요. 친수мен бірге концерт көруге бардым. пайра концерт가 어땠어요? концерт қалай болды? 정말 재미있었어요. шынында өте шын мәнінде өте қызық болды дейді. осындай негізі тікелей аударсақ шындығында сөзіне деген сөз. өте қызық болды дейді. келесі өте қысқа екен. панхак дегеніміз оқу демалысы немесе каникул деген сөз. 갔다 오다 барып келу. 갔다 오다 бір жерге барып келуді 갔다 오다 дейміз. моңғол тілі. пайра мен 원메이дің емес екен. 원메이 씨 지난 방학에 뭐 했어요? 원메이 ханым өткен демалыста не істедіңіз? 저는 제주도 한라산에 갔어요. 바이라 씨는 뭐 했어요? мен 제주 аралындағы 한라산나 бардым дейді. 갔어요 бардым. сіз не істедіңіз? сіз ше 바이라 씨는 뭐 했어요? сіз не істедіңіз? 저는 일본어를 배웠어요. 그리고 아르바이트를 했어요. мен жапон тілін үйрендім. 일본 деген білесіз ғой. жапон тілін үйрендім. және 아르바이트 алдында өткенде сондай осындай жұмыс жасадым. енді әдеттегідей сіз мыналарды орындарына қойып
ауыстырасыздар. Мысалы, кояне 갔다 왔다. үйге барып келдім. үйде туған жерге. 부산에 갔다 왔어요. 부산가 барып келдім. 제주도에 가다. 제주도가 бардым деп осылай орындарын ауыстырып жазып жаттығыңыздар және оқып тыңдап жаттығыңыздар. Жаңа сөздерді түсіндіруден исағада көшу, яғни бір үйден басқа жерге көшуді исағада дейді. 시험을 보다, 시험 보다 дегеніміз тест немесе емтиханды тапсыру деген. 보다 дегеніміз көру. Бір қызығы осылай кіреді, андай пода тесті көру дегенді, тест тапсыруды осылай шиу пода деп айтады. мараги дегеніміз, мараги, тытки, исыки деген тесттің сондай бөлімдері. Ағылшынша speaking, listening, writing деген бөлімдер болса, солай сөйлеу, тыңдау, жазу деген сияқты тесттің сондай бөлімдері. әдеттегідей тыңдап мына жерге жазасыздар. 잘 들으세요. 그리고 맞는 곳을 고르세요. мұқият тыңдап, және дұрыстарын тыңдайсыздар. мысалы, 원미씨 지난 주말에 뭐 했어요? 원미дің өткен ап демалыста не істегенін жазасыздар. мысалы, 파이라 씨는 언제 등산을 갔어요? қашан барды тауға, қашан тауға шықты? 파이라. және масаки 씨는 왜 산에 가지 않았어요? масаки мырза неге тауға шықпады? соның себебін мына елдің алтын тыңдап жазасыздар. жауаптар. 듣기, 듣고 쓰기. бұлдай тыңдап жауап беретін нәрселер. 읽고 말하기 бөлімі. жаңа сөздер. 우정, достық деген сөз. 이야기, әңгіме, хикая деген сөз. 이야기 했어요 деген бар ғой, әңгіме айттық деген сөз. 슬프다, қайғылы, мұңды деген сөз. көңіл күйді білдіретін сын есім. 즐겁다, көңілді, шат, қуанышты деген сөз. оқып берейін бір рет. 저는 오늘 친구하고 약속이 있었어요. менің бүгін досыммен 약속 дегеніміз уәде, келіскен бір нәрсе. келіскен күн, уәдем болды дейді. 우리는 кездесу дейміз. менің бүгін досыммен кездесуім болды. келісіп қойған. 우리는 5시에 만났어요. біз сағат 5те кездестік. 그리고 같이 저녁을 먹었어요. сосын бірге кешкі ас іштік. 저녁 식사 후에 우리는 극장에 영화를 보러 갔어요. кешкі тамақтан кейін біз кинотеатрға кино көруге бардық. бір қызығы, корей тілі өте қазақ тіліне ұқсайды. осылай сөздердің келу реті. сондықтан осы тікелей аударсақ қазақша сөйлем шыға келеді. мысалы, 영화는 7시 30분에 시작했어요. кино saat 7'den 30'a кеткенде басталды. 극장에 사람이 많았어요. кинотеатрда адамдар көп болды. 영화는 친구들의
오전 이야기였어요. 키노는 키노 достардан достығы туралы хикая болды. 정말 재미있었어요. 이거 되게 қызықты болды. шын мәнінде қызықты болды. 하지만 조금 슬펐어요. бірақ кішкене қайғылы болды. 연화는 9시에 끝났어요. 키노 사가 9시 аяқталды. 그리고 친구하고 같이 차를 마시러 커피숍에 갔어요. сосын досымен бірге шай ішуге кафеге бардық. 커피숍에서 우리는 연화 이야기를 했어요. 커피숍다 біз 키노 жайлы әңгіме айттық. 그리고 10시 반에 집에 돌아왔어요. сосын сағат 10-да 10:30-да 반에 үйге қайтып келдім. үйге оралдым. 오늘 정말 즐거웠어요. бүгін сондай қуанышты болдым дейді. 즐거웠어요 деген 무슨 қуанышты, көңілді болды айтады. енді осы оқыған текст бойынша біз сұрақтарға жауап береміз. дегідей 오늘 친구하고 극장에 갔어요? 야, 바로 кино көрдік қой. 극장에 бүгін досымен бірге киноға бардым ба, кинотеатрға бардым ба дейді. 극장에 사람이 많지 않았어요. 아니요, 극장에 사람이 많았어요 деп айтты. 연화가 7시 30분에 끝났어요. дұрыс па? сағат 7:30-да аяқталды ма? жоқ, сағат 9-да аяқталды. 9시. жоқ, сағат 9-да аяқталды. 친구하고 커피숍에서 이야기했어야 카페에 또 저는 키노 жайлы әңгіме айттық. дұрыс. 이게 яғни 연화가 9시에 만났어요. 극장에 사람이 많았어요. 연화가 9시에 끝났어요. 이 사람은 오늘 뭐 했어요? мына кісі бүгін не істеді деген сұрақтарға жауап береміз. не істеді, яғни киноға барды және досымен кездесті. досымен кездесті және киноға барды, кофешопқа барды деп коридорда айтыңыздар. 연화는 몇 시에 시작했어요? 그리고 몇 시에 끝났어요? деген жауап бересіздер. текстке қарап отырып. 연화는 무슨 이야기였어요? 연화가 어땠어요? кино не жайлы болды? қандай әңгіме жайлы болды? және 연화가 어땠어요? кино қалай болды? жаңа айтты, 슬펐어요 және 재미있었어요. мысалы былай жауап беруге болады. 친구하고 약속이 있었어요. 친구하고 같이 저녁을 먹었어요. 그리고 영화를 봤어요. 그리고 차를 마시러 커피숍에 갔어요. айтсаңыздар болады. 연화는 7시 30분에 시작했어요. 그리고 9시에 끝났어요. 데시들 болады. 연화는 친구들의 오전 이야기였어요. 아니, кино는
достардың достығы туралы хикая болды. 영화가 어땠어요? 영화는 정말 재밌었어요. 하지만 кішкене мұнды болды, қайғылы болды. Haciman 조금 슬펐어요. енді соңғы бөлім 말하기 сөйлеу бөлімі. 보기와 같이 말하세요. 그리고 쓰세요. мысалы, 어제 뭐 했어요? кеше не істедің? 친구를 만났어요. 같이 쇼핑했어요. деп осылай жасастар. мысалы, 어제 뭐 했어 деген. және осылай сөйлесуді сіз досыңызға сұрақ қоясыз, бірінші өзіңіз жазасыз мына жерге, және екі досыңызға осылай сұрақ қойып, солардың жауаптарын мына жерге жазып толтырыңыздар. және кез келген бір екі сұрақты өзіңізде ойлап тауып қосып, оны да жауап беріп жаттығыңыз. мысалы, кеше 친구하고 도서관에 공부했어요. мысалы, мен кеше досыммен бірге кітапханада сабақ оқыдым деп жазасыз. мысалы, әли шейді, былай жауап беру мүмкін. 톤센하고 시내에서 쇼핑했어요. 은혜мен бірге 시내 қалада сауда жасадым деп айтуы мүмкін. солай жауап жазып толтырыңыздар. 지난 주말에 뭐 했어요? өткен демалыс күндері не істедіңіз? 생일이 며칠이었어요? 생일. туған күнім қай күн болды дейді. 작년 생일이 뭐 했어요? өткен жылы туған күніңізде не істедіңіз? 1년 전에 어디에 있었어요? бір жыл бұрын қай жерде болдыңыз? 뭐 했어요? не істедіңіз деп. мысалы, бір жыл бұрын мысалы басқа қалада болдыңыз мүмкін, немесе басқа бір нәрсе жасап жатырыңыз мүмкін. солайша жауаптарын жазып, достарыңызға да сұрақ қойып жауаптарын осындай жазып жаттығыңыздар. бұл видеоны тек қана көріп тыңдап қана қоймай, осылай жаттығыңыздар. сонда ғана сіздер үйренесіздер, сөйлем құрастырыңыздар. сонда ғана үйреніп берік нығайтасыздар. алған білімдеріңізді нығайтасыздар. тек осылай жаттығу жасау арқылы. әдеттегідей қосымшалар және өткен сабақтан бері осыны қосымша 3 қостық, және тыңдау тапсырмасынан скриптті істеген. егер сіз түсінбей жатсаңыздар, осыны бір қарап шықсаңыздар болады. өткен сабақтарында осылай скриптілерін кейінірек жазып қосып қоятын боламын PDF файлға. тыңдағандарыңыз үшін рахмет.